Қайырлы күн. Мен дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 11 сынып оқушысы Мақанова Аружанмын. Бүгін сіздерге ұлы әрі дана Абай атамыздың ізін жалғастырушылардың бірі көрнекті жазушы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығынан үзінді оқысам деймін. Әрине, Мұхтар Әуезов десе барлығымыздың ойымызға бірден Абай жолы роман-эпопеясы түседі. Алайда бүгін ерекше дарын иесінің жетім шығармасынан үзінді оқысам деймін. Исаның балалары бірінен бірі ерке болып шығып, Қасым қаға берісте қалатын болды. Қасымға таластармаса күн көру керек болды. Мал ұстағалы басында қайғыртып, жылатып, кішкене сорлы жетімнің ішіне у болып жиналып жүрсе де, әрі-беріден соң ол қайғы бір бөлек қалды. Енді Қасым тамақты да жөндеп іше алмайтын болды. Жыламаса, әке-шешесі бар балалардан кезектемейді. Оның үстіне олардың ересегінен таяқ та жей бастады. Қасымға бұдан соңғы бір қайғы болып, малды қарастыру, қозы бағу шықты. Аздан соң өзге балалар Тілазар, Кәпір, бармай деген атпен құтылып қалатын болып, Иса мен Қадишаның бейіті қабағына ырза болатын күйге келген Қасым тезек теретін болды. Малдан кешке келіп, сүрініп шығылғанда болмаса, Қасымға бостандық, еркіншілік жоқ еді. Кейде Иса өз балаларын, олардың малы жоқ, малдың иесі Қасым деп қойып, олардың еріншектігіне өзі құрық беріп, Қасымның бейшаралығын ашық арамдықпен қақпайтақ қылып қойды. Бұл халдің барлығы сорлы жетімнің көңілінде күннен күнге өткен сайын арылмастай үлкен у болып жиналып жүрді. Қасым енді барлық өзіне қарсы арналған арамдық, өгейлік қылық пен кәпірстан мінезі қабақтан, жарты сөзден ұғатын болды. Тұрған ауылында бір адамнан мейірімді мінез көрмеген соң, ешбір жанмен сөйлеспейді. Күз күнінде жабырқап жүдеп, қабағы қатқан қайғыда. Сырт пішіні момын сияқтанады. Бірақ ішіне ылғи жетімсіреген жалғыздықпен бірге дүниеге сенімсіздік, ешкімге жуымайтын жат бауырлық нығайып орнай бастады. Назарларыңызға рахмет.